Бастамас бұрын лайк басып YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ал анимеден бастайық. Екінші маусым бірінші курсының Сейрин командасы көше стритбол бойынша 5-5 турнирге қатысуға шешім қабылдаған кезінен басталады. Онда Кагами күтпеген жерден Юсен орта мектебінде оқитын бауыры Тацуямен кездеседі. Бұл оның Мурасаки Барамен бір клубта ойнайтынын және ғажайыптар ұрпағының тағы бір ойыншысы екенін білдіреді. Анықталғандай, Кагами ақшта тұрғанда оған жаңа таныстар табу қиынға соғады және оның бірінші досы Тацуя болды. Ол оған баскетбол ойнауды үйреткен. Олардың достығы күннен күнге нығайып жақындай түсті. Сондықтан олар бір-бірін бауыр деп атап символ ретінде жүзік таға бастады. Біраз уақыттан кейін олар байланысын үзіп, 3 жылдан кейін баскетбол алаңда бір-бірімен қайта кездесті. Сөйтіп олардың текетіресі басталды. Олардың әрқайсысы кезек-кезек ойындарда жеңіске жетті және 98-ші ойында ешкім алға жете алмады. Соңғы ойыннан кейін Тацуя Кагамиге келесі кездесуде жеңіліп қалса, енді бір-бірін көрмейтінін айтты. Алайда Кагами Тацуяның қолын жарақаттап алғанын байқап, сол ойында оған жеңілуді шешті. Әрине, бұл Тацуяны қатты ренжітті және бұл жолы ол келесі кездесуде олардың қайсысы күшті екенін анықтайтынын айтты. Содан кейін олар бауыр болуды доғарды. Бірақ бұл матч ешқашан болған жоқ. Өйткені Кагами Жапонияға оқуға кетті. 2 жылдан кейін Тацуя да ұшты. Сейрин қазірдің өзінде Тацуя мен Мурасаки Бараға қарсы ойнайтын болды. Алайда олардың кездесуі жаңбырмен үзілді. Сондықтан Кагами мен Тацуя қайта қарым-қатынастарын реттей алмады. Бірақ кетер алдында сыйлық ретінде Тацуя өзінің жаңа техникасын көрсетеді. Дәлірек айтқанда, мираждың лақтыруы. Мектепке оралған жігіттер көзіне жас алған Сацукиді кездестіреді. Анықталғандай, Киса мен матчта Аомина шынтағын жарақаттап алған және жарақат одан сайын асқынып кетпеу үшін Сацуки жаттықтырушыдан оны бұдан былай мектепаралық ойынға жібермеуін өтінеді. Сол үшін Аомина жарыла жаздады. Осыдан кейін ғана ғажайыптар ұрпағы да өз командалары үшін ойнауды тоқтатты және Сацукидің айтуынша бұл Акашиге байланысты болуы мүмкін. Дегенмен Куроко оны тыныштандырады. Сонымен қатар ол оған өзінің жаңа техникасын көрсетті. Оны көрген Сацуки, егер ол бұл өтуді шыңдаса, Куроконы ешкім тоқтата алмайтынын түсінді. Биыл қысқы кубок өзінің мерейтойын атап өтеді. Сондықтан ережелер ерекше болды. Мектепаралық турнирде бірінші және екінші орын алған командалар қысқы кубокқа автоматты түрде жолдама алады. Бірақ қалғандарының барлығы да ерекше түрде ұйымдастырылған іріктеу турнирінде орын үшін таласуы керек. Іріктеу турниріне 8 команда қатысады, бірақ бірінші күннен кейін жеңілген команда турнирден шығарылады, ал қалған 4 команда бір топқа түседі. Одан күшті 2 команда қысқы кубокқа қатысу құқығын алады. Кагами шындап дайындалған алғашқы матч күні де келді. Өйткені ол осы уақыт бойы ауада одан да көп артықшылыққа ие болу үшін сол қолын жаттықтырды. Олардың бірінші қарсыласы Сейринді онша күшті емес деп санайтын Юсейдің командасы болды. Бірақ олар ТП-ді темір жүректі 5 тәжді сайланбаған патшаның бірін көреміз деп күткен жоқ. Кагами мен Куроко құрамдағы осындай ойыншымен бұдан да көп ашылалды. Жалпы Сейрин командасы өте тиімді шабуылдаушы баскетбол ойнайтын бұрынғы ойын стиліне қайта оралды. Соның арқасында алғашқы қарсыластарын сенімді түрде жеңе алды. Дегенмен нағыз құбыжықтар әлі алда. Кезекті жеңістен кейін ТП өзінің ескі досы тағы бір тәжі жоқ патша Макотамен кездеседі. Сейрин олармен ойнап тіпті жеңгені белгілі болды. Бірақ Макота шынымен жеңілуді ұнатпайды. Егер оның командасы әлі де жеңілсе, онда жеңімпаздар жауап беру керек. Бұл турнирде бірде-бір команда оларға қарсы матчта жарақатсыз қалған жоқ және бұл матчта ТП де қалыс қалған жоқ. Төреші бір клубтағы ойыншылар көрмеу үшін Макота барлығын жасап, олар тізе жарақатын салады. Командаластарының алдында ол өзінің сенімділігі мен байсалдылығын бар күшімен көрсеткенімен оның өмірін қатты құртты. Оны темір жүрек деп бекер айтпаған. Макотамен әңгімелесу барысында ол ТП олардың матчында кездейсоқ тағы жарақат алмас деп үміттенеді. Дегенмен Сейринге бұл жолы ерекше құрметпен қарап, X матчына асқан табандылықпен дайындалған Шутокуға қарсы ойнауға тура келеді. Өткен жолғыдан айырмашылығы Кагами Мидариманың лақтыруына басынан тосқауыл қойды. Соның арқасында Сейрин бастаманы өз қолына алды. Такаоның сұңқар көзінің кесірінен бұл матчта Куроко ештеңе істей алмады. Сондықтан Рика оны ауыстыруды шешеді. Осы уақыттың ішінде Кагами Мидариманың лақтыруын сәтті аяқтады. Бірақ бұл оның жоспары болды. Мұндай блоктар әдеттен тыс биіктікке секіруді қажет етеді.
Бұл өз кезегінде үлкен күш жұмсайды және осы уақыт ішінде Мидарима осы матчта Кагамиді физикалық түрде жеңу үшін өзінің төзімділігін жаттықтырды. Өйткені екінші 90-нан кейін Кагами бұл блоктарға қандай күш жұмсайтыны белгілі болды. Кагаминың шаршауының және Сютокудың Сейриннің тактикасын мұқият зерттеулердің арқасында олар бастаманы қолға алып, жағдайды өзгертуге тырысып, Рика Куроконы қайтадан алаңға шығарады. Ол өзінің көрінбейтін соққысын пайдаланып, ойынның барысын толығымен өзгертеді. Ойын және оның сәтті әдістері команданың рухын арттырды. Ойын мүмкіндігінше тең дәрежеде өтіп, командаларды бір ұпай ғана ажыратты. Соңғы секундтарда ТП 2 еркін лақтыру құқығын алды. Ол бірінші голды сәтті соғады, бірақ екінші лақтыру кезінде ТП-дің тізесі сезіліп жіберіп алды. Жағдайды Кагами түзете алар еді, алайда Мидарима да Кагами сияқты жеңгісі келеді. Сондықтан ол оған тосқауыл қоя алды. Осылайша Сейрин мен Сютоку арасындағы кездесу тең аяқталды. ТП өз қателіктеріне қатты ренжіді және бұл тең ойынға бүкіл команда оны кінәлі деп санады. Бірақ қарсы тұрған барлық ойыншылар оған үлкен қолдау білдірді. Өйткені ол болмағанда Сейрин бұл ойында міндетті түрде жеңіліп қалар еді. Олардың соңғы қарсыласы Кирасаки Дайчи командасы болады. Бір кездері ТП-ді бұзған команда. Қысқы кубок турнирі ТП үшін Сейринді ұтудың соңғы мүмкіндігі болып шығады. Өйткені бұдан кейін ол біраз уақыт баскетбол ойнай алмайды. Өйткені оның тізесіне ота жасау керек. Осыған байланысты ТП үлкен жауапкершілікті сезінеді. Өйткені онсыз команда ойнай алмайды. Мұндай нашар тіземен баскетбол ойнау өте қиын. Ал Кирасаки Дайчи ең лас команда болғандықтан жағдайды одан сайын қиындатады. Әр ойында олар біреуді сындырады. Өйткені бұл олардың ойынның ажырамас бөлігі. Ақырында іріктеу турнирінің соңғы және шешуші кездесуі де келіп жетті. Сейрин тек қана Кирасаки Дайчиді жеңу арқылы қысқы кубокқа жолдама алады. Матч кезінде Макото бірден Сейриннің ойыншыларын қорқытып сындыруға тырысты және бұл үшін бірдеңе істеу керек болады. Өйткені Сейрин әділ баскетбол ойнайды. Бірақ ТП темір жүрек және команданың басты қамқоршысы болғандықтан ол өз жолдастарының Макотоның қолынан қандай да бір жолмен зардап шегуіне төтеп бере алмады. Сондықтан ол риктен сақина астында жалғыз өзі күресетіндей ойнауды сұрайды. Өйткені осылайша ол жан тәнімен соққан қарсыластарының барлық соққыларын қабылдай алады. Оның сұмдық ерік жігері Макотоны қатты ашуландырды. Сондықтан бір сәтте ол оны толығымен сындыруды шешті және ойыншы қолайлы сәтті тауып Кирасаки Дайчи бар күшімен ТП-ді шынтағымен ұрды. Бірақ мұндай лас ойыннан кейін де ТП өз ойыншыларын қорғау үшін қайтадан орнынан тұрды. Матчтың бірінші таймынан кейін үзіліс кезінде Макото Аоминамен кездеседі. Ол оған оның матчта жеңіске жету мүмкіндігі жоқ екенін айтты. Өйткені олар алаңдағы әрекеттерімен Куроконы ашуландырады. Бірақ мәселе мұнда. Ең өрескел ойыншы болып қана қоймай, Макотоның басқа да қасиеттері бар. Ол керемет ақылды ойыншы және ойынды оқу арқылы қарсылас команданың барлық әрекеттерін болжай алады. Бұл оған доптарды ұстап алуға мүмкіндік береді. Ойынның мұндай түрін 3 ұпайлық допты ату арқылы ғана жеңуге болады. Алайда Хьюго Макотоны бар жүрегімен жек көретіндіктен ол өзін жинап босаңсымайды. Ал шиеленіскен күйіне байланысты допты лақтыра алмайды. Куроко жағдайды түзетуге тырысты. Егер Макото Сейриннің барлық әрекеттерін оқи алатын болса, Куроко команданың бір бөлігі емес сияқты ойнау керек екенін түсінді және бұл нәтиже береді. Енді Макото доптарды мүлдем ұстай алмады. Өйткені Сейрин ойыншыларының өздері Куроконың келесі әрекетін не болатынын түсінбеді. Бұл Макотоны ашуландырды және ол жеңу үшін ТП-де емес Куроконы сындыру керек екенін түсінді. Бірақ ол мұны істей алмады және Хьюго ақыры босаңсып 3 ұпайлық допты лақтыра бастағанның арқасында Сейрин командасы бұл кездесуде жеңіске жетті. Сютоку да өз матчында жеңіске жетті. Яғни бұл екі команда іріктеу кезеңінен өтті және осылайша ғажайыптар буынының барлық ойыншылары қысқы кубокқа барады. Іріктеу кезеңіндегі жеңіс Сейриндік ойыншыларды қатты шаршатты және демалу үшін Рика оларды ыстық бұлақтарға апарады. Онда керемет кездейсоқтықпен шараға Того ұжымы да барады. Мұның бәрі Сацукедің кесірінен болған екен. Әйтеуір олар турнир қоржынына басқалардан бұрын ие болды. Куроконы қатты жақсы көргендіктен Сейрин олардың келесі қарсыластары болатынын айтып, бұл ақпаратпен бөлісуді жөн көрді. Бұл бірінші ойында олар соңғы рет мүмкіндік бермеген Аоминамен кездеседі дегенді білдіреді. Бұл ойынға және жалпы турнирге тыңғылықты дайындалу керек. Сондықтан Рика тауда оқу-жаттығу жиынын ұйымдастырды. Онда ол әкесін жаттықтырушы ретінде шақырады және барлық мәселе оның бір кездері Жапония құрамасының мүшесі болған бұрынғы баскетболшы екендігінде. Демек баскетболда ол соңғы адам емес. Оның кеңесімен ол барлық дерлік ойыншыларға көмектесті. Мысалы Хьюгоға ол лақтыруды еркін жасау үшін қарсыластарынан тез алыстауға үйретті. ТП-ге қолдарын одан да көп жаттықтыруға кеңес берді. ТП-дің басты артықшылықтарының бірі оның
кең алақаны. Соның арқасында ол бір қолмен ауада дуэльді жеңе алады. Бұл сонымен бірге қарсыластарын оның ататынын немесе өтіп кететінін түсінбей тұрғанда алдай алатын кідірістің белгілі бір құқығын береді. Дәл осы дағдыларды Риканың әкесі күндіз дамытуды шешіп, ТП-ді тастарымен жаттығуға мәжбүр етті. Ол шын мәнінде көмектесе алмайтын жалғыз адам Куроко болды. Өйткені ол бұрын ешқашан мұндай мутантты көрмеген, және сондықтан ол оған не кеңес беру керектігін білмейді. Алайда ол Рикаға олардың қазіргі ойын стилі жақсылыққа апармайтынын айтты. Өйткені Кагами барлық нәрсеге Курокоға сенеді, бірақ ол өзін өзі шектейді. Айтпақшы, Кагами лагерде командамен бірге бармайды. Өйткені ол Америкада тұратын өзінің алғашқы жаттықтырушысымен бірге дайындалуға шешім қабылдады. Сондықтан ол турнирдің ашылу салтанатында оралды. Бұл рәсімнен кейін Акаши өздерінің осы турнирдегі ниеттерінің маңызды екеніне көз жеткізу үшін өзінің ескі командасын жинайды. Осы жиналысқа Кагами де келді, және Акаши бұған қуанбады. Кагамиге бұлай жасаудың қате екенін көрсетіп, оған пышақ лақтырады, және келесі жолы дәл тигізетінін айтты. Сейриннің бірінші матчы келді. Онда Сацуки айтқандай олар Тоомен ойнау керек. Сейриннің командасының айтарлықтай жақсарғанын көрген Аомина қуанды. Өйткені Кагами мен Куроконың көңілін көтереді деп үміттенеді. Екі команда да агрессивті шабуылдаушы баскетбол ойнады, және егер өткен жолы матчтың нәтижесін Кагами мен Аоминаның арасындағы текетірес шешілсе, бұл жолы олар команда ретінде ойнады. Ал ең бастысы, Кагами Аоминаның ойынның күштілігі оларға өздерінің әлеуетті шайқасын көрсетуге мүмкіндік береді. Осы кезде Кагами ойынның осы кезеңінде Аоминаға қарсы ештеңе істей алмайтынын түсінді. Осы уақытта Куроко Аоминаға өзінің көзге көрінбейтін соққысын көрсетуді шешеді. Тек бұл әдіс қарсыласы Курокоға қараған кезде жұмыс істейді. Сондықтан Аомина көздерін жұмып Куроконы жануардың инстинктімен тоқтатты. Жағдайды өзгертуге тырысқан Куроко тағы бір жаңа әдісті қолданады. Атап айтқанда жарылғыш пас 2. Оны енді өз командасының барлық ойыншылары қабылдай алады. Дегенмен Аоминаға қарсы 2 рет бірдей әдіс жұмыс істемейді. Яғни Аомина Куроконың ойынын толығымен бөгеп тастады. Бұл Рикті оны ауыстыруға мәжбүр етті. Бұл оны ренжіткені түсінікті. Бірақ Кагами оны қолдап, Аоминаның оңай жеңуіне жол бермейтініне сендірді. Оның айтқандай болып шықты, және ойын барысында олар блоктармен және әдемі голдармен алмасты. Сондықтан барлық көрермендер бұл екеуінің мүлде басқа деңгейде ойнағанын байқайды. Ақырында Куроко қайтадан алаңға шығады, бірақ ол қайтадан ештеңе істей алмайды. Өйткені Сацуки өз ойыншыларына Куроконың көрінбейтін ойынның барлық құпияларын ашты. Соның арқасында Тоо сенімді түрде көшбасшылыққа ие болды. Тек белгілі бір уақытта Тоо ойыншылары Сейриннің қалай болғанда да соққы уақытын жоғалта бастағанын байқайды. Олар барлығы бір уақытта Куроконың көрінбейтін соққысын үйренгендей болды. Бірақ белгілі болғандай бәрі жаңа әдісті, атап айтқанда кері көрінбеуді ойлап тапқан Курокоға қатысты. Осылайша ол барлық Тоо ойыншыларын өзіне назар аударуға мәжбүрлейді. Бұл Сейринге қарсыластарын жеңуге мүмкіндік береді. Соның арқасында Куроко Аоминаның допты соғуына жол бермейді. Тоо бұл әдісті ерте қолданатынына таң қалды. Өйткені бірінші ойында осындай мықты козырды ашу арқылы олар өз болашағынан бас тартады. Өйткені басқа командалар бұл техникаға дайындала алады. Бірақ Куроконың айтуынша, олар болашақты ойлайтын уақыт болса, сол кезде ғана ойлаймыз дейді. Сейрин үшінші ширекте есепті теңестіре жаздады. Ал бұл ойын Аоминаны шынымен қуанталған сонша, командасы демалып жатқанда келесі ширекке дайындалу үшін далаға шықты. Соңғы 90-да Сейриннің ойыншыларына Аоминаны тоқтату қиындай түсті, және барлық мәселе бұл ойын оны ағынға кіруге мәжбүрлей алды. Ағын бұл спортшы ойынға толығымен сіңген кездегі максималды назар аудару күйі. Қайта-қайта ағынға жаттығатындар ғана ағынның кіреберісінде тұру құқығын алады. Бірақ бұл есік әрқашан ашылады. Алайда күтпеген жерден Аоминаны керемет күші оған бүкіл есіктерді өз қалауымен ашуға мүмкіндік берді. Бұл таңдаулар ғана қол жеткізе алатын күй. Осының арқасында Аомина матчты толығымен өз қолына алып, Сейринге еш мүмкіндік қалдырмады. Оны жеңе алатын жалғыз адам Кагами. Бірақ бұл тек ол ағынға енген жағдайда ғана жасалуы мүмкін. Ол шын мәнінде солай етеді. Бұл күйде бұл екеуі керемет болды. Олардың күшті болған сонша, оларға баскетбол ойнау үшін командалас қажет емес еді. Нәтижесінде таблодағы есеп теңескендей болды. Бірақ Сейрин тең есеппен қуанбады. Өйткені осылайша ойын қосымша таймға ұласатын еді. Оған Сейриннің күші жетпеді. Сондықтан біз осы жерде және қазір жеңуіміз керек. Матчтың соңғы секундтарында Кагами гол соғу мүмкіндігіне ие болады. Бірақ Аомина оны тоқтата алды. Бірақ Куроко бұған дайын болады. Өйткені ол екеуінің де күшіне сенді. Сондықтан алдын ала көтерілу үшін ол жалғыз өзі жүгірді. Соның арқасында Кагамиге тағы бір гол соғу мүмкіндігін береді. Ол осы уақытты тиімді пайдаланды. Соның арқасында олар жеңіске жетті. Бұл Аоминаның мансабын
мансабындағы алғашқы жеңіліс болады. Бұл матч оның ойынға деген ұмытылған сүйіспеншілігін оята алды. Сонымен қатар ол Куроко ойнайтын баскетболды мойындайды. Осындай шаршаған матчтан кейін ойыншыларға демалу керек болады. Сондықтан Кагами барлығын үйіне шақырды. Таңертең ойыншылар қонақты кездестірді. Атап айтқанда Алекс есімді Кагамидің жаттықтырушысы. Ол қыз болып шықты. Оның толық аты жөні Александра Гарсия және ол бұрынғы WNBA баскетболшысы. Көру қабілетінің нашарлауына байланысты қазір ойнамайды. Ол өзінің кәсіби мансабын тастауға мәжбүр болды. Бірақ ол балаларды жаттықтыру арқылы өзін таба алды. Дәл осы жаттықтырушы Кагами мен Тацуяның баскетболды жақсы ойнауының себепшісі. Ол екеуін де жаттықтырады. Бірақ Кагами Жапонияға ұшып кеткенде тағы 2 жыл Тацуяны жаттықтыруға тура келді. Соның арқасында ол одан Кагамиге қарағанда әлде қайда көп нәрсені үйренді. Және ол Жапонияға ұшып кетті. Өйткені ол шынымен кім жеңетінін көргісі келеді. Бұған қоса ол Кагамиге бұрын көрсетіп үлгермеген әдістерді үйреткісі келеді. Алайда бұл оның оған жақын екенін білдірмейді. Өйткені екеуі де оның шәкірті болғандықтан ол екеуіне де алаңдайды. Команда келесі кезеңге өтті. Онда өткен жылы оларды турнирден шығарып жіберген Йончинканмен ойнауға тура келеді. Сондықтан шабуылдағы жеңілістің есесін қайтару керек. Сондықтан Кагами мен Куроко бұл матчта резервте ойнайды. Бірақ негізгі жұлдыздары болмаса да Сейрин командасы қарсыластарын жеңіп, Кагами мен Курокосыз да мықты команда екенін дәлелдеді. Юсен мен Сейрин кездесуін күтіп, командалар бір-бірін зерттей бастады. Юсеннің соңғы матчында олардың қарсыластары оларға бірде-бір гол сола алмаған белгілі болды. Бұл Сейрин турнирдегі ең жақсы қорғаныспен бетпе-бет келу керек дегенді білдіреді. Жағдайды жақсарту үшін Куроко өз ойынын жақсартқысы келді және ол үшін доп лақтыруды үйрену керек болды. Ескі достықтан Аумина Курокоға лақтыруды үйретуге келісті. Бірақ жаттығу барысында ол Куроконың техникасы үмітсіз екенін түсінеді. Сондықтан ол Курокоға сақинаға лақтырмай оған пас беруге кеңес береді. Осылайша ол мінсіз болмаса да доп лақтыруды үйренді. Сонымен қатар бұл лақтыру стилі оған жаңа техниканы қайтаруға мүмкіндік берді. Юсеннің керемет қорғанысын әлі ешкім жеңе алған жоқ. Олардың бойында 2 метрден асатын 3 ойыншы бар. Бұл оларды кубоктағы ең биік команда етеді. Сонымен қатар Мурасаки Бараның феноменалды қабілетінің арқасында команда 3 ұпайлық аймақта бір ғана ойыншысы бар құрамда ойнай алады. Сейриннің ойыншылары қанша тырысса да Мурасаки Бара соншалықты ұзын және жылдам. Олар сол жерден допты соға алмайды. Қазіргі уақытта жалғыз жол 3 ұпайлық допты ату. Бірақ тек оған да сене алмайсың. Допты лақтырудың тағы бір нұсқасы қарсы шабуылда Юсенді ұстап алу. Жалғыз мәселе Мурасаки Бара ерініп ақмақтықпен шабуылға шықпайды. Бұл оның бұл әрекетінде ұстай алмайтынын білдіреді. Юсенді кәдімгі жолмен жеңу мүмкін емес еді. Сондықтан Куроко Ауминамен не үйренгенін көрсетеді. Яғни көрінбейтін лақтыру. Мұны Мурасаки Бара тоқтата алмады. Куроконың жаңа техникасының арқасында Сейрин әлі де ұпай жинай бастады. Бірақ олардың арасындағы алшақтық әлі де үлкен болды. Сонымен қатар Мурасаки Бара айқын жеңіліске қарамастан баскетболға барын салатын ойыншыларға ашуланды. Олардың ең жарқынын ТПЕ деп атауға болады және оны қатты ашуландыра алғаны сол болды. Сондықтан Мурасаки Бара тіпті шабуылға шықты. Бұрын Сейрин 4 ойыншыға төтеп бере алмаса, 5 ойыншыға мүлдем қарсылық көрсете алмады. Мурасаки Бара ТПЕ-дің жауынгерлік рухын мүлдем сындырды. Бұл рикті оны ауыстыруға мәжбүр етті. Мурасаки Бараны ашуландырған Сейрин өз ойынын білдірді. Өйткені шабуылда оның күшті болған сонша сақинаны жай ғана сындырды. Мурасаки Бара тоқтаусыз болды. Тек Куроконың көзге көрінбейтін лақтырылуы Сейринге қандай да бір түрде ұпай жинауға көмектесті. Әрине, бұлай жалғаса беруге болмайды. Жалғыз үміт Кагамиде болды. Өйткені ол қайтадан ағынға түссе Мурасаки Бараны жеңу мүмкін. Алайда Кагами оған кіре алмады. Өйткені ағынға кірген кезде сен оны ойыңнан шығара алмайсың және Кагаминың басындағы қосымша ойлар оның ағынға кіруіне кедергі болды. Бір кезде Киса оған көмектесуге тырысты. Осы қарқынмен Мурасаки Бараның одан әрі ілгері кететіні сөзсіз және бұл әбден лайық болады. Өйткені қазір ол айтарлықтай әлсіреген Кагамиге қарап тұр. Өйткені олардың жолдастық кездесуінде ол сұмдық болған Кагамиге қарсы ойнады. Бұл сөздер оған қажетсіз ойларды тастауға және ақырында ағымға кіруге көмектесті. Бұл күйде Кагами тоқтаусыз болады және бәрі Мурасаки Бараны еденге жатқыза алатын деңгейге жетті. Алайда одан басқа Юсеннің басқа жұлдызды ойыншысы бар. Сондықтан Тацуя Кагамимен жекпе-жекті бастайды. Бастапқыда оның миражды лақтыруы Сейрин үшін үлкен қиындық тудырды. Бірақ Кагами мұның бәрі Тацуяның қозғалыстарының тегістігінде екенін түсінді. Ол өзінің керемет жылтыратылған және тегіс қозғалыстарының арқасында қарсыластарын алдап үлгереді. Бірақ Кагами әлі де ағынды тоқтата алмады. Ендеше Тацуя немесе Мурасаки Бара да ағысқа түсіп Сейринді неге жеңбеске? Ауминаның айтуынша мұның жақсы себебі
бар. Ағынға түсу үшін екі талапты орындау керек. Біріншіден, сенде үлкен талант болуы керек. Екіншіден, сен ойынды шын жүректен жақсы көру керексің және оған жан тәніңмен берілуің керек. Мурасаки Бараның проблемасы ол баскетболды ұнатпайды, сондықтан ол ағынға кіре алмайды. Бірақ Тацуя баскетболға деген құмарлығына қарамастан жеткілікті талантқа ие емес. Сондықтан бұл екеуі қазір Кагамиге қарсы тұра алмайды. Бүкіл алаң толығымен оның бақылауында болды. Бұл жаттықтырушы Юсенді тайм-аутқа шығаруға мәжбүр етті. Осы кезде Мурасаки Бара күтпеген жерден бұдан былай алаңда болмайтынын жариялады. Ағынға кіріп Кагами құбыжық болды және оған қарсы ойнаудың қажеті жоқ. Тек Тацуяның көз жасы Мурасаки Бараны қайтадан алаңға шығуға мәжбүр етті. Бірақ бұл жолы ол баскетболды одан да байыпты ойнай бастады. Дегенмен Тэпэй де алаңға шығып ойынды жалғастыруға күш тапты. Сейрин олардан асып түсе жаздады. Бірақ соңғы секундтарда Мурасаки Бара ағынға түседі. Бұл Сейриннің жағдайын қиындатады. Соған қарамастан ортақ күш-жігердің арқасында Кагами Сейринді әлі де алға шығарады. Бірақ Мурасаки Бара бас тартуды ойламады. Сондықтан ол кек қайтару үшін жүгірді. Алайда оның денесі мұндай жоғарғы деңгейдегі ойынға төтеп бере алмайды. Сондықтан оның соңғы секіруге күші жетпеді. Тіпті Куроко оны тосқауылдай алды. Демек, бұл текетірестен Сейрин жеңіспен шығады. Жеңілістің дәмін сезген Мурасаки Бара енді баскетбол ойнамайтынын айтты. Бірақ оның көз жасы мен 1 минут бұрын ағынға кіруі басқаларға оның баскетболды шынымен жақсы көретінін дәлелдейді. Бұл оны міндетті түрде тастамайтынын білдіреді. Бұл матч сонымен бірге Кагами мен Тацуя арасындағы ұзақ уақытқа созылған дауды шешті. Содан кейін екеуі бір-бірін бауыр деп атаудан бас тартты. Алайда соңында Куроко Кагамиді бәсекелестікке қарамастан дос бола беруге болатынын сендірді. Енді Сейрин командасы кубоктың жартылай финалында ойнауы керек. Бірақ мұның бәрі қалай жалғасатынын 3-ші маусымда білеміз. Ол туралы бейне кейін шығарылады. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз және келесі кездескенше.